Лиза өзінің пәтерінде отырып өзіне қолайлы жұмыс істей бастайды. Ол интернетте көп отырады, бірақ өзіне ыңғайлы жұмыс таппайды. Бірден ол бір керемет жұмыстар деген жерге кіреді. Сол жерден неше түрлі керемет жұмыстар болды. Бірде сол жерде екі балаға күтуші керек деген жұмысты көрді. Лиза бұны істеуге шешті. Сөйтіп, оны басып, телефонына жазып қоңырау шалды. Бірақ та тұтқаны бір ескі әйел алды. Ол, менің екі балама күтуші керек деп оның адресін берді. Ертеңіне ол үйдің адресін тауып бармақ болады. Сөйтіп ертеңіне осы жаққа келеді, бірақ бұяқ өте ескі және алшақтау жүреді. Лиза бұл ескі үйді көріп біртүрлі болды және есігіне қарай барды. Және есігіне келіп оны тоқылдатты. Бірақ есікті бір кәрі әже ашты. Ол, іске кір, саған жұмысымды көрсетем деді. Ол ішке кіргізіп Лизаға былай дейді: сен екі балама қарауың керек, деді. Лиза балаларыңыз қайда деп сұрады. Сонда кемпір былай жүр, мен сені балаларға қарам дейді. Ол Лизаның қолынан ұстап, оны ары қарай жүргізе берді. Бірақ үйдің ішінде ескі картиналарға толы еді, бір балалардың суреттері. Және бұяқта жиһаздар да көп еді. Бұяқта балалар бөлмесі, қонақ бөлме, ас бөлме, және де зал, бірақ оларға кірмеді. Ол тіке қарай жүрді. Және тіке жүріп, артқы есіктен үйдің артына шықты. Лиза бұяқтан біртүрлі сескенді. Олар әлі келе жатты. Лиза бұл кемпірден біртүрлі сескеніп, оны қолыңызды жіберіңіз, қайда баратын деп сұрады. Тоқтай тұр, жақында қалдық, деді кемпір. Сонда Лиза ашуланып, балаларыңыз қайда деп сұрады. Не, көрмей тұрсың ба? Балалар әндетіп ол, деді. Бірақ бұяқта ескі ағаш пен жап-жаңа ойыншықтар жатты. Бірақ та олармен ойнап жатқан балалар көрмеді. Лиза бұлардан қатты өтті. Сонда кемпір: әне, жатыр ғой олар, сен де солардың басына бар, дейді. Сонда кемпірдің өскен жеріне қарағанда, бұяқта мазарлар жатты. Марк пен Айнет деген ескі екі мазар жатты. Бұлар сонда қайтыс болған ба? Деп қыстан қалды. Сол кезде кемпір: жүр, мен сен жұмысыңды көрсетем, деді. Ол бір ұрды көрсетті. Қыз қорыққаннан айқайлап қашты, бірақ ол құтыла алмады.